ақш енді Иранмен соғысты тоқтатамыз дейді. Вашингтон 15 тармақтан тұратын жоспар дайындады. Алайда Иран одан бірден бас тартты. Жоспар туралы айтып берейін. Қазіргі уақытта бұл келісімді әзірлеумен Трамптың арнайы өкілдері Уиткоф пен Кушнер айналысып жатыр. Жоспар бойынша 1 айлық бітім жарияланады. Одан кейін Вашингтон мен Тегеран соғысты толық тоқтатуға арналған 15 тармақтан тұратын жоспарды талқылай бастайды. ақш ұсынған шарттар мынадай: Иран жиналып қалған ядролық әлеуетті жояды, ешқашан ядролық қару әзірлемейтін туралы міндеттеме қабылдайды. Өз аумағында уран байытуға тыйым салады. Байытылған барлық материал тараптар келісетін кесте бойынша МАГАТЭге беріледі. Натанз, Исфахан және Фордо нысандары жабылып, жойылады. Сондай-ақ МАГАТЭге Иран өз еліндегі нысандар туралы толық қолжетімділік, яғни ақпарат береді. Сондай-ақ Иран бұдан былай таяу шығыстағы прокси күштерін қаржыландырмайды, ешқандай да қолдау білдірмейді. Ал Ормуз бұғазында еркін кеме қатынасын қамтамасыз етеді. Оны бұғаттауға тыйым салады. Зымырандардың саны мен ұшу қашықтығын шектейді. Болашақта қаруды тек қорғаныс мақсатында пайдаланады. Өз кезегінде Иран мынадай жеңілдіктер алады. Барлық санкцияның күші жойылады, Бушердегі бейбіт атом энергетикасын дамытуға көмек беріледі, ал халықаралық санкцияларды автоматты түрде қайта енгізу қаупін алып тастайды. Өз кезегінде Иран соғысты тоқтату бойынша шарттарды қабылдаудан бірден бас тартып отыр. Ол соғысты өзіміз шешкен кезде дейді, және өз шарттарымыз толық орындалғанда ғана тоқтатамыз дейді. Осылайша Тегеран Трампқа соғыс қашан аяқталатынын бұйыртпаймыз деп отыр. Иран бейбіт келісім үшін енді өз талаптарын жария етті. Олар қарсы тараптың агрессиясын толық тоқтату, соғыс қайта басталмайтынына нақты кепілдік беретін механизмдер құру, репарацияларды нақты әрі кепілді түрде төлеу, аймақтағы барлық тарап үшін барлық бағытта әскери қимылдарды толық тоқтату, сондай-ақ Ормуз бұғазы үстіндегі Иранның егемендік құқығын мойындау. Саралап көрсек, ақш-тың 15 тармақтан тұратын бұл жоспары Иранды әлсірету үшін жасалып отыр. Бұл және классикалық бітім емес. Ядролық бағдарлама жойылады, зымыран мүмкіндігі шектеледі және аймақтағы ықпалы тоқтайды. Яғни, ақш-тың логикасы қарапайым: Иран қауіп төндірмейтін елге айналу керек. Иран үшін бұл талаптар берілуге тең, себебі ядролық бағдарлама елдің басты қорғаныс құралы. Ормуз бұғазы болса экономикалық және геосаяси басымдығы, ал прокси топтары аймақтағы ықпал құралы болып келген. Ал егер осының бәрін ақш пен Израиль Иранға мәжбүрлеп орындататын болса, онда Иранның таяу шығыстағы прокси күштері бар, басқа да ықпал аймақтары бар, оның бәрінен айырылып, нағыз капитуляцияның өзі болмақ. Бұл жағдай туралы сіз не ойлайсыз? Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.